Бәріміз бала кезімізде мақтаншақ қыз ертегісін көрген шығармыз. Тики-тики-тики-дай, атын ешкім таба алмайды. Сол мультфильм. Бүгін біз ол мультфильмнің ащы шындықтарын және қорқынышты теорияларын айтатын боламын. видеоның соңына дейін көр. Мультфильм басында бізге Бибігүлдің анасын көрсетеді, және де Бибігүлдің өзін. Ол қаншама рет тұрмысқа шығуға болушы еді, бірақ бір белгісіз себептермен анасының жанында отыра беріпті. Сол кезде Бибігүл үйінен бауырсақтардың қамырын әкеліп жатады, және де қазанға пісіріп жатқан кезде бауырсақтар дұрыс піспеген сияқты. Сосын солай тұрған кезде ар жақтан құдалар келе жатыр дейді. Сосын мыналар асығыс-үсігіс бәрін жасап жатады. Және де дастархан басында құдалар келген кезде дым демей үн шықпасын деп айтады. Сосын құдалар келген кезде Бибігүлдің анасы Бибігүлді мақтап жатады. Қандай ол күшті қыз, және де бәрін тамақты жасай алады дейді. Сол кезде Бибігүл бірдеңе айтатын кезде анасы жабылсын дейді. Сол кезде анасы Бибігүлге барып самаурынды алып кеш дейді. Бибігүл жүгіріп самаурынды үстелге қоя салады. Сосын самаурыннан су ағызайын дегенде оның ішінде су жоқ екен. Сосын самаурын үндемей қалады. Сол кезде бәрі қарап тұрған кезде самаурын атылып кетеді. Сосын құдалардың біреуі басы отқа жанып жатқан кезде Бибігүл ып-ыстық суды келеді да оның үстіне шаш салады. Сосын мыналар ойбай қайдан ғана келді деп ашуланып қашып кетеді. Сосын үйдің есігі құлап киіз үй жанып кетіп далада жаңбыр басталады. Солай тұрған кезде Бибігүл бірдеңелер айтып өз анасын ашуландырады. Сосын анасы Бибігүлдің артынан қуып жүрген кезде олар ханды жолықтырады. Сосын хан мына қызға неғып тиісіп жүрсің деп сұраған кезде анасы айтайын деп жатқан кезде Бибігүл өзі айтып қалады. Анасы Бибігүлдің сөзінен таңғалып тұр. Сосын Бибігүл мақтана бастайды. Сосын хан соншама мықты болсаң хан сарайына кілем тоқып бере аласың ба деп сұрайды. Сосын хан Бибігүлге хан сарайына кілем тоқып берсең өзіңді алам, тоқпасаң басыңды алам дейді. Бибігүл бұндай жағдайды күтпеді және де таңғалып қалды. Сосын Бибігүлді жертөреге лақтырып жібереді. Ал Бибігүл болса әзілдедім шығарыңдаршы деп айғайлайды, бірақ оны ешкім шығармайды. Сосын соның ішінде біраз сағат жүреді. Сосын Бибігүл бір өрмекшіні байқап қалады. Сосын Бибігүл әлгі өрмекшіден кімсің деп сұраған кезде ол өрмекші әлемдегі ең мықты тігіншімін дейді. Сосын Бибігүл маған неше тігуді үйретші деп сұраған кезде әлгі өрмекші 3-ақ жылда үйретемін дейді. Оған шейін Бибігүлдің басы кесіліп кетеді. Сосын өрмекші жағдайың қиын екен дейді, бірақ мен сенің жұмысыңды өзім атқарып бере аламын дейді. Бұған Бибігүл қатты қуанып кетеді, бірақ шарты бар, менің атымды тап дейді, немесе таппасаң мәңгілік мендік боласың дейді. Сосын оған кішкентай құмыра береді. Сосын Бибігүл ең бірінші атты құмыраға айтады. А сол уақытта хан болса өзінің әскерлерімен Айдаһармен шайқасып жатады. Сосын Айдаһарды өлтірдік деп ойлап жатқан кезде Айдаһар оларға үрлеп жүреді. Ал хан болса бетпен ағашқа жабысып қалады. Сосын Бибігүл ұйықтайын деп жатқан кезде оның қасына әлгі өрмекші келеді. Сосын Бибігүл дайын болып қалды ма деп сұрайды. Өрмекші болса өзінің кілемін көрсетеді. Сосын Бибігүлден әлгі құмыраны сұрайды. Анау құмыра болса дәу болып кеткен. Ал бұл құмыраны әлгі өрмекші тыңдап көрген кезде ішінде оның аты жоқ екен. Соған өрмекші ашуланып, енді мен сені аламын деп жатады. Сол кезде оның бөлмесіне хан кіріп қалады. Хан болса әшейін тыртық қой дейді. Әлгі сындырып алған аяғын. Сосын мен саған бір қызық айтып берейін дейді. Хан бағанағы оқиғаны айтып жатады. Бағана Айдаһармен шайқасып, Айдаһарды өлтірейін деп жатқан кезде оларға үрлеп жүреді. Сосын хан бетпен ағашқа жабысып қалады. Ал сол ағаштың ішінде бір өрмекші отыр екен. Әлгі тики-тики-тики-тай деген әнді айтып жатыр. Сосын хан оны қайталап айтып жатқан кезде өрмекші оны талдырып тастайды. Сосын хан талқанғаннан кейін Бибігүл ашуланып, оны өрмекшінің өзін ұрып жатады. Сосын өрмекші сандықтың ішінен дәу құбыжық болып шығады. Және де енді ана Бибігүлді орап алып кетейін деп жатқан кезде хан әрең дегенде сөзін аяқтап айтады. Аты Ұршықбай. Сосын сенің атың Ұршықбай деп әлгі пауыкты, яғни өрмекшіні жоқ қылып жібереді. Сосын хан есін жиған кезде әлгі әдемі кілемді көреді. Соған хан қатты таңғалып, Саған жетер сұлулық дүниеде табылмас. сосын оның анасы мынаны тоқыған сен бе деп сұрақ қойған кезде Бибігүл иә дейді. Осымен фильм бітеді. Енді қорқыныш теорияларға кеттік. Бибігүлді оның анасы қарғап тастады. Киіз үйлері өртеніп кеткен сәтте Бибігүлдің анасы өте қатты ашуланады және Бибігүл одан қашады. Сол сәтте біз оның анасының сөздерін байқаймыз. Сайтан, сенің тегің сайтан. Соның кесірінен Бибігүл әлгі тігіншінің қақпанына түседі. Тігінші шайтан. Тігінші негізінде шайтан. Себебі ол өз бейнесін өзгерте алды және де адамдарды қорқытады. Яғни Бибігүлді алдап, ең соңында қорқытты. Ол өрмекшінің бейнесін алды және де өзімен бірге тозаққа Бибігүлді алып кеткісі келген. Бибігүл өз жанын шайтанға сатқан.
Бибігүлді анасы қуып жүріп, сосын ханды кездестіреді. Сосын мен мықты тігіншімін деп Бибігүл мақтанады. Осыған хан сеніп, тігіп бер немесе басыңды алам дейді. Сосын ол жертөреде біртүрлі бір тігіншіні кездестіреді. Ал ол тігінші шайтан болып шығады. Ал Бибігүл өз басын жоғалтпас үшін өз жанын шайтанға сатып аман қалады. Тігіншінің жасаған сиқыры және әні шайтани мақсатта қолданылады. Осы өлеңді ханның басын айналдыру үшін қолданылды. Себебі хан жоқ кезде тігінші Бибігүлді алып кетпекші болған, яғни оның жанын.